Так, барлықтарыңа қайырлы таң. Қалайсыздар? Бүгінгі түсімде жаңа қияр жинап отырып, есіме түсіп кетті, сіздерге бөлісейін деп отырмын. Қиярды міне қазір кезде жинап жатырмын. Күнбе-күнгісін негізіме алып салатқа қосып отырық. Енді бүгін кішкене өсіп кеткендері бар шығар деп мынада жинап отырмын. Одан алдыңғы кезде жаңбыр жауғаннан кейін жинағанымда бір табақ алған болатынмын. Былтырғы жерде білсеңіздер, жүгері еккен жердің барлығын қияр қылдым, бірақ арасында алда жаңағыдай суық замырсқы болып, көбісі өліп қалды. Содан шыққаны мынау көріп тұрсаңыздар, арам шөбімен өсіп жатыр аралардың барлығында. Содан қалғаны. Сіздерге айтайын, бұның ішінде көбінесе ара тозаңданатыны, жаңа сорт, өзімше сорт еккен болатынмын. Ол сорттың ешқандай қажеті жоқ, соны білдім. Себебін қараңыздар, сорттың қиярының өте көбісі қияр жоқ, міне қарап тұрсаңыздар. Міне қараңыздар, келе жатыр, тым жоқ. И басында ғана бар, міне. Сізге көрініп тұр ма? Міне, басында ғана бар. Солай, мына жерде де солай. Жоқ. Міне. Басында ғана сәл бар. Бір жаман жері сол, сорттікі өте дәмді болады, бірақ қияр көп болмайды. Көбінесе мен сол себептен енді қымбат болса да гибридті өсірген жақсы көремін. Қаншама гибрид екен болатынмын, бірақ та енді ішінде әрине ішімге қаншамасын ектің, өліп қалды, кіші замыз, сондайлардан енді сондайларды күтуге тура келеді. Мына жерде сіздерге көрсетейін, гибридті көрсетейін. Мына жерде міне қараңыздар, міне қияр, в общем, кете береді. Сол себептеден мен гибридті қайтадан күтіміне келетін болсақ, күтімін шынды айтайын, біздерде көбісі кеше жаңбыр жауды, жел болып дегендей іліп қойғандардікінің бәрі, менікі ілініп тұрған жоқ, көріп тұрсыздар, бәрі жерде жатыр. Менде негізі ілем ба деген ойда болды, ол мен ілмей қалдым. Көбісін бірақ іліп қойғандардың барлығын үсіп кетіпті. Одан бөлек, сол себепті де мен ойлаймын, егер сіздер жақтарда сондай салқын не болатын болса, түн салқын болатын болса, лучше осылай жақсы, яғни ілмей-ақ, осылай жайлы өскен жақсы деп ойлаймын. Себебі ілген кезде үсіп кетеді. Және де біздерде жаңағыдай заборларымыз шифрмен істелген. Одан қалды жаңағыдай шифрдан бөлек көріп тұрсаңыздар, міне арам шөптер арасында өсіп жатыр. Солардың да бір көмегі тиді деп ойлаймын. Себебі арам шөптің барлық жердің барлығында міне арам шөп. Қанша жерден жұлып атсақ та, білмеймін, біздің жер дымқылма, өте тез шығады арам шөп. Үлгертпейді жинап. Кеше мына жерлерді міне бастап алдым. Мына көріп сіздерге көрсетейін. Мына жерлерді бастап. Енді мыналардың арасынан жұлып шығуым керек. Әлі жұмсақ кезде. Солардың көмегі де тиді деймін. Ешқандай замыз кештеме сарғайған жоқ. Шамал сарғайды, енді бірақ үсіп ешқандай көріп тұрсаңыздар, жапырақтары сол күйінде қалды. Қиярлардың кішкене өсуі тоқтайды, әлі міндетті түрде ол салқын болғандықтан. Бірақ та енді егер сізде сондай салқындар не көп болса, ең жақсысы осылай жаңада ілмей, осындай қылып жайып өсірген жақсы. Егер сіз жылыжай тағы басқа нелер болса, мысалы парник деп аталады, жауып қоятын жер болса, мысалы сыртына мешок, онда әрине іліп қойсаңыздар болады, өздеріңе ыңғайлы теру мақсатында. Енді жайылып тұрғасын көбінесе ішінде арасын ашып отырып еңкейіп, үлкен апалар болады, мысалы отырып еңкейіп отырғысы келмейді деген сияқты. Ондай кезде енді міндетті түрде, егер жылы жақта тұрсаңыздар керек емес, енді Шымкент жақта болса. Ал егер біздің Батыс Қазақстанда, Қарағанды жақта болса, міндетті түрде жау керек, немесе осындай алып жайып өсіру керек. Негізі көбісі бір орыс бұрынға ғалым бір айтады, арам шөптерді мен жұлмаймын деп. Арам шөп әрі көлеңке ретінде, әрі жаңағыдай не ретінде тұрады деп, септігін тигізеді деп. Қалай айтсам болады, әрі көлеңке ретінде, әрі жаңағыдай сондай желдерден неден қорғайтын мақсат ретінде дейді. Енді мен оны әдейі қалдырып кетіп жатқан жоқпын. Мен енді барымша жұлып тастадым алдын-алардың барлығын, бірақ та қайтан шығып кетіп тұрмай. О жері уже кәдімгідей қаттақ қиярдың жері. Себебі мына жерлерде мен кішкене сәл сарғайғандық бар, көріп тұрсаңыздар. Қиярым бар негізі менде. Просто мен еккен жоқпын, осыны барымен базар деп тастадым. Мен тұздамаймын. Көбісі тұздайтын шығар, мен ойлаймын, сол тұздау негізі өте зиян. Тұздаудың қажеті жоқ. Қазіргі кезде дүкенде сатып алсаңыз бәрі бар, иә. Бірақ та бізде тұздауды көп жақтыртпайды екенбіз. Ең бізде көбісі тек осылай піскен кезде тек
салат кылып, барынча енді витаминді жазда дәруменді жеп қалу мақсатында ғана ектім. Сол себептен міне кішкентайлар өсіп жатыр. Солай, міне көріп тұрсаңыздар, мына жерлер ашық қалды. Мына жерлерді көрген алдында өсіп кеткендері. Қазір сіздерге айтайын, ана жақта аран тозданатынды көрсетіп жіберейін. Міне ара тозданатын жайлап бастап шығып жатыр. Ондай керім емес, бірақ әйтеуір шығып жатыр. Бірақ ондай мықты аталық гүлдер өте көптеу болады. Және де сарғайып кетеді. Мені ең бір шеккендер ол барлығын көріп жатыр ғой енді. Салқынды да көрді, ананы да көрді, мынаны да көрді. Сол себептен жаңағыдай шаршағанда болады деп ойлаймын. Ерте ектім ғой. Жүгерлердің барлығы алдында салқында не істеп қалды, құлап қалды. Барымша түзетіп қойдым енді. Жүгерлерге де мән беріп жатқан жоқпын. Биылғы жүгерлер кішкене жұқалау, кішкентайлау, жіңішкелеу, қарамағандықтан. Сол себептен енді барымен өседі, өспесе көреміз. Ешқандай күтімі жоқ. Алдында сіздермен бірге жаңа тауық тыңайтқышын істегеннен кейін, тауық деп жаңа шөп тыңайтқышын істеген соны қидым. Содан кейін шамалы уақыттан жаңбыр жауып кетті. Одан кейін күлді істеймін дедім, онымен қалды. Бірақ та қиярмен дәмді, өте дәмді. Ешқандай ашқылтымы жоқ. Ол ашқылтым неден болады? Себебі ол мұздай судан, или су жетіспегеннен болады. Және де егер сондай ашқылтым дәм болса, кішкене міндетті түрде күлмен жаңағыдай күл құйып шықсаңыз, яғни 1 литр күлге 10 литр су құйып тұндырып қоясыз. Сол бетінде тұнып тұрған суды алып, тағы да 10 литр сумен араластырып құйып шықсаңыздар болады. Солай, канал жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.